Дәрігерлерге келетін адамдардың 90% тек бір себеппен ауыратынын білесіз бе? Ол стресс. Бірақ ең қорқыныштысы, біздің денеміз сол стресс гормондарына есірткі сияқты тәуелді болып қалады. Сіздің ауруыңыз бұл сіздің ойлау жүйеңіздің нәтижесі болуы мүмкін бе? Сәлеметсіздер ме? Бұл сана подкастының жаңа шығарылымы. Бүгін біз доктор Джо Диспензаның Стивен Бартлеттің The Diary of a CEO подкастында берген сұхбатын талдаймыз. Бұл сана, нейропластика, кванттық өріс және өзгеру механизмдері туралы терең әңгіме. Біз әрбір Диспензаның жауабынан кейін қысқаша талдау жасап, оның мағынасын ашатын боламыз. Тыңдауға дайын болсаңыз, бастайық. Стивеннің сұрағы. Батыс әлеміндегі денсаулық сақтау мекемелеріне келетін әрбір адамның 75-90% эмоционалдық немесе психологиялық стресстен келеді. Біз сондай-ақ адамдардың стресс гормондарына, сол эмоцияларға тәуелді болатынын білеміз. Біз санасыз түрде өзімізге жаман жұмысты, улы қарым-қатынасты және негативті жаңалықтарды таңдаймыз, өйткені дене сол таныс стресс күйінде қалуды қалайды. Доктор Джо Диспенза сана күші туралы әлемдік деңгейдегі жетекші дауыс. Оның түбегейлі зерттеулері миллиондаған адамдарға өз саналарын қайта бағдарлауға және ұзақ мерзімді өзгерістер жасауға мүмкіндік беретін практикалық формуланы ашты. Өмірімдегі қайталанатын оқиғалардың нейрондық тізбегін қалай үзуге болады? Мен өз негативті эмоцияларыма биохимиялық тұрғыда тәуелді болып қалғанымды сезінемін. Егер денем стресске үйреніп кеткен болса, тірі қалу, survival күйінен жарату, creation күйіне өту механизмі қандай? Диспензаның жауабы. Өзгеріске кедергі болатын ең үлкен кедергі сіздің өткеніңіз туралы айтатын хикаяңыз. Біз бұдан да ауыр тағдырды бастан өткерген адамдардың өз сенімдерін өзгертіп, мүлдем жаңа тұлғаға айналғанын көрдік. Сондықтан өткенім тым қатал болды деген сылтау енді жүрмейді. Білесіз бе, біздің өткеніміз туралы естеліктердің 50% шындық емес. Біз өзгеруден қашу үшін өзімізді бақытсыз етіп көрсететін оқиғаларды ойдан құрастырамыз. Неге біз міндетті түрде бір қайғыға немесе ауруға душар болғанда ғана өзгеруге бел байлаймыз? Біз азап шегу арқылы ғана емес, қуаныш пен шабыт күйінде де үйрене аламыз. Менің мақсатым сізге миыңызда жаңа нейрондық байланыстар орнатып, ескі ортадан биік тұратын жаңа ойлау және сезіну жолын көрсету. Осы жерде Диспенза бізге маңызды нәрсені көрсетеді. Стресс бұл тек психологиялық емес, биохимиялық процесс. Біз стресске үйреніп қалғандықтан оны таныс күй деп қабылдаймыз. Дене сол күйді қайталауды қалайды. Тіпті ол бізге зиян келтірсе де, бұл эволюцияның қателігі емес, біздің санасыз таңдауымыз. Біз стресстің гормондарына тәуелді болып, өзімізге зиянды жағдайларды таңдаймыз. Диспензаның айтқанындай, ешбір ағза төтенше жағдай режимінде мәңгі өмір сүре алмайды. Бұл ауруға апаратын жол. Диспенза бізге өткен шақтың хикаясы біздің өзгеруімізге кедергі екенін айтады. Біз өз тағдырымызды баяндап, сол баяндамамен өмір сүріп қаламыз. Бірақ ол баяндаманың жартысы ойдан шығарылған. Біз өзгеруден қашу үшін өзімізге бақытсыз тағдыр ойлап табамыз. Бұл сананың қорғаныс механизмі. Бірақ ол бізді дамытпайды, тек тоқтатады. Стивеннің сұрағы. Доктор Джо, адамдар сізден, сіз нақты немен айналысасыз? Деп сұрағанда өз қызметіңіз бен миссияңызды қалай сипаттар едіңіз? Диспензаның жауабы. Мен адамдарға өзгеру дегеннің не екендігі туралы нейробиология мен биологияны үйретемін. Менің ойымша, біз өзгергенде өмір де өзгереді. Сондықтан менің қызығушылығым бұл процесті түсінікті ету, адамдардың өз өмірінде өлшенетін өзгерістер жасау үшін қажетті құралдарға қол жеткізу үшін. Диспензаның миссиясы өзгеру процесін түсінікті ету. Ол адамдарға өзгерудің ғылыми негізін нейробиология мен биология тілінде түсіндіреді. Оның басты идеясы, біз өзгергенде өмір де өзгереді. Бұл ойдың астарында нақты ғылыми дәлелдер жатыр. Диспенза тек теориямен шектелмей, өлшенетін өзгерістер деген тіркесті алға тартады. Байқасаңыз, ол мистикалық емес, нақты ғылыми жолмен жүруді ұсынады. Яғни, адамдарға өзгерістерді тек сенім деңгейінде емес, нақты сезінуге және өлшеуге болатын құралдар береді. Бұл біздің санамыздың шексіз мүмкіндіктерін физикалық тұрғыда растайтын әдіс. Стивеннің сұрағы. Доктор Джо, сіз ұсынып отырған әдістемелер мен шешімдер қандай ғылыми базаға негізделген?
Нақты қандай зерттеулер мен тәжірибелік деректер сіздің теорияларыңыздың дұрыстығын дәлелдейді? Диспензаның жауабы. Мені трансцендентальды тәжірибе, трансцендентальды сәт қызықтырды. Мен бұл жұмысты үйрете бастағанда адамдар қалай деп сұрады. Өміріңді қалай өзгертуге болады? Өзгеру деген не? Сондықтан мен адамдарға ақпарат бергім келеді. Олар нақты ақпаратты үйреніп, миында жаңа байланыстар жасай алады. Бұл оқу деген осы. Мен адамзаттың әлеуеті мен мүмкіндіктеріне нұсқайтын барлық соңғы зерттеулерді қарастырдым. Менің жеке жарақаттану тәжірибем болды. Мен спонтанды ремиссияларды зерттедім. Адамдардың бір-бірімен қандай ортақ қасиеттері барын көргім келді. Қазіргі заманғы мәтіндерде түсініктеме таба алмадым. Нейропластика мен эпигенетиканы зерттеуге тура келді. Біздің зерттеуіміздің нәтижесінде бізде әлемдегі медитация мен ақыл-дене байланысы бойынша ең үлкен деректер қоры бар. Біз Сан-Диего мен Гарвардпен, Стэнфордпен және басқа университеттермен жұмыс істейміз. Деректер өте тартымды және таңқаларлық. Менің ойымша, біз қазір ғылыми тарих жасап жатырмыз. Бұл жауаптан біз доктордың негізгі ұстанымын көреміз. Диспенза өз әдісінің ғылыми негізін ашады. Ол нейропластика, эпигенетика, кванттық физика сияқты ғылымдарды біріктірген. Оның зерттеулері тек теория емес, нақты ғылыми деректерге сүйенеді. Мұндағы ең маңызды сәт – практикалық қолданыс. Себебі біздің заманымызда тек білу жеткіліксіз, процестің қалай жүретінін түсіну маңызды. Сондықтан да диспенза адамдарға өзгерудің нақты механизмдерін, мида жаңа нейрондық байланыстар орнату жолдарын үйретеді. Стивеннің сұрағы. Жүздеген миллион адам сізге өз себептерімен тартылды. Менің серіктесім, олардың бірі, ол сіздің іс-шараларыңызға қатысты. Ол сіздің әлемдегі ең үлкен жанкүйерлеріңіздің бірі және ол сіздің іс-шараларыңызға қатысудың нәтижесінде өз трансформациясын бастан кешірді. Доктор Джо, адамдардың сізге келуінің негізгі себебі неде? Сіздің еңбектеріңізбен танысқан жүздеген миллион адамның бойындағы ортақ қасиет қандай? Олар шын мәнінде не іздейді? Диспензаның жауабы. Адамдар әртүрлі себептермен келеді. Негізі олар медитация олардың денесін және өмірін өзгерте алады деп қандай да бір деңгейде түсінеді. Кейбір адамдар ешқандай сыртқы заттарды қолданбай-ақ мистикалық тәжірибелерге ие бола алатынын түсінеді. Бізде денсаулығын сауықтырғысы келетін, жаңа жұмыс немесе жаңа мансап алғысы келетін, молшылықта өмір сүргісі келетін, сүйіспеншілікке толы қарым-қатынастарды қалайтын адамдар келеді. Адамдардың маған келуінің түпкі мәні өзгеріске деген құлшыныс. Соңғы 2 жылда түрлі аурудан айыққан жандарды бақылай келе, мен мынадай маңызды қорытындыға келдім. Олар сауығу үшін емес, өзгеру үшін медитация жасайды. Олар өздерінің ішкі әлемін, ойлау жүйесі мен эмоцияларын өзгерткен сәтте, денесінің сауығуы соның табиғи нәтижесі ретінде өздігінен орын алады. Бұл диспензаның ең маңызды тұжырымдарының бірі. Адамдар сауығу үшін емес, өзгеру үшін келеді. Сауығу өзгерудің жанама әсері ғана. Сіз өз ойлау жүйеңізді, эмоцияларыңызды, ішкі әлеміңізді өзгерткенде, денеңізде соған сәйкес өзгереді. Бұл диспенза әдісінің басты құпиясы. Сіз аурудан құтылуға емес, жаңа адамға айналуға ұмтылсаңыз, сауығу өздігінен келеді. Стивеннің сұрағы. Доктор Джо, біздің заманауи мәдениетімізде немесе қоғамдық санамызда өзгеру қабілетімізге тұсау болатын факторлар бар ма? Қазіргі таңда травма мәдениеті қалыптасып келе жатқандай, біз өз тұлғамызды бастан өткен жағымсыз оқиғалармен ғана сипаттауға бейімбіз. Маған бала кезімде осындай қиянат жасалды, сондықтан мен осындаймын деген уәж қаншалықты орынды. Травмаға осылай қарау адамның дамуы үшін өнімді ме, әлде бұл бізді өткен шақтың тұтқынына айналдыратын үлкен мәселе ме? Диспензаның жауабы. Өміріміздегі қандай да бір оқиғадан травма, сатқындық, жоғалту, шок, диагноз біз сезінетін эмоция неғұрлым күшті болса, соғұрлым ол біздің ішкі күйімізді өзгертеді. Ал біз іштей өзгергенімізді сезінген сәтте, ми суретке түсіріп, кадрларды тоқтатады. Бұл ұзақ мерзімді естелік деп аталады. Биологиялық тұрғыдан алғанда, адам проблемасын еске түсірген сайын, ол миы мен денесінде оқиға болып жатқандай дәл сол химияны шығарады. Кортизол, адреналин, қандай эмоция болса, сол. Олар сол эмоцияны сезінгенде дене күніне 50-100 рет оқиғаны эмоционалды түрде қайталап жатыр. Осы кезде травма енді мида ғана емес, травма денеде де. Өйткені ойлар мидың тілі, ал сезімдер дененің тілі.
Бірдей ойлар мен сезімдердің, қайталанатын бейнелер мен эмоциялардың, сондай-ақ үйреншікті реакциялардың жиынтығы денені бейсаналы түрде сол эмоцияның тұтқынына айналдырады. Менің жұмыс принципімде өткен шақтың жарақаттарын қайта талдау деген ұғым жоқ. Сіз менің ешбір дәрісімде немесе зерттеуімде өткенге барып, оны қайта бастан өткеріңіз деген нұсқауды естімейсіз. Біз ескі хикаяларды өңдеумен емес, жаңа болашақты құрумен айналысамыз. Біз анықтаған нәрсе, егер адам эмоциядан шынымен асалса, ол өзін өткеннен босатады. Біздің зерттеулеріміз мынаны анықтады: егер сіз адамға қорқыныштан, өкпе-реніштен, түңілуден, шыдамсыздық пен өзгелерді айыптаудан бас тартуды үйретсеңіз, нағыз өзгеріс басталады. Егер сіз бұл эмоцияларды жоғары эмоцияларға ауыстырсаңыз, ризашылық пен бағалауды, махаббат пен мейірімділікті, қамқорлықты сезіне бастасаңыз, және бұл эмоцияны сезінуге жаттықсаңыз, біз сізге тыныс алуды өзгертуге, назарыңызды басқа жерге аударуға және денеңізбен жұмыс істеуге арналған құралдар береміз. Адам өз жүрегін шынайы сезімдерге аша бастағанда, бізде бұны растайтын ми мен жүрек сканерлерінің деректері бар. Оның ішкі жүйесі үйлесімділікке, когеренттілікке көшеді. Жүрек үйлесімді болғанда, ол бірден миға хабарлайды: травма аяқталды. Жүрек миға: өткен аяқталды, оқиға аяқталды дейді, және мидағы бастапқы деңгейді қалпына келтіреді. Адам өз өткеніне жаңа сана деңгейінен қараған кезде, ол бұрынғы өкпе-реніштен толықтай арылады. Шын мәнінде олардың көпшілігі: Құдайым-ау, дәл осы рухани биікке жетуім үшін маған осы сынақтардың бәрінен өту қажет болыпты деген қорытындыға келеді. Біз ешқашан өткен шақтың хикаясын талқылаумен айналыспаймыз. Өйткені сол оқиғаны қайталап айту, мидағы ескі нейрондық тізбектерді қайта қоздырып, адамның өткен шақтағы тұлғасын одан әрі бекіте түседі. Диспензаның ең күшті идеяларының бірі эмоцияны жеңу арқылы өткеннен босату. Біз эмоцияны жеңгенде жүрегіміз ашылады. Жүрек ашылғанда, ол миға травма аяқталды деген сигнал жібереді. Бұл биохимиялық процесс. Стресс гормондарының орнына окситоцин, махаббат гормоны бөліне бастайды. Жүрек үйлесімді соғады, дене сауығу режиміне өтеді. Диспенза бізге өткенді талдауды емес, эмоцияны жеңуді ұсынады. Өткенді қайталап айту, мидағы ескі нейрондық тізбектерді нығайту. Ал эмоцияны жеңіп, жүректі ашу, жаңа тізбектер орнату. Бұл диспензаның ең өткір тұстарының бірі. Травманы талдау миды нашарлатады. Адам өз проблемасын өткен шақтың эмоцияларына сүйене отырып талдағанда, ол өз миының жұмысын қиындата түседі. Бұл процесс миды табиғи тепе-теңдіктен шығарып, оны шамадан тыс қоздырады. Нәтижесінде, адам өзін бұрынғыдан да нашар сезіне бастайды. Диспенза өткенді талдауды емес, эмоцияны жеңуді ұсынады. Себебі өткенді қайталап айту мидағы ескі нейрондық тізбектерді нығайтады, оларды әлсіретпейді. Біз ескі хикаяларды өңдеумен емес, жаңа болашақты құрумен айналысуымыз керек. Стивеннің сұрағы: сіздің зерттеулеріңізде көптеген таңғажайып оқиғалар бар. Мен армия ардагерлері мен соғыстың сұрапыл қиындықтарын бастан кешкен жандар туралы көп оқыдым. Соның ішінде армия ардагері Джошуаның тарихы ерекше әсер қалдырды. Ол сіздің іс-шараларыңыздың біріне келіп, медитация кезінде өзінің ішкі күйін, жүрегім айқара ашылды деп сипаттаған болатын. Шын мәнінде Джошуамен не болды? Бұл оқиғаны жеке трансформацияның классикалық үлгісі деп атауға бола ма? Диспензаның жауабы: біздің жұмысымыз Navy SEALs, теңіз мысықтары сияқты арнайы жасақ сарбаздарымен, бас бостандығынан айырылғандармен және аса ауыр психологиялық травма алған жандармен тікелей байланысты. Бұл топтардың басым бөлігінде балалық шақтағы зорлық-зомбылықтың, соғыс қимылдарының немесе ауыр тағдырдың салдарынан туындаған терең жарақаттар бар. Джошуа осының жарқын мысалы. Ол бұрын есірткі мен маскүнемдікке салынған, бала кезінде зорлық-зомбылық көрген ауыр тағдыр иесі. Ол медитация туралы мүлдем білмесе де, камера алдында тұрып тебіреніспен: мен өз өмірімді қайтарып алдым. Мен қайтадан сезіне аламын, мен бақыттымын, деді. Джошуаның әңгімесі диспенза әдісінің ең әсерлі дәлелі. Ең ауыр тағдырды бастан өткерген адам да өзгере алады. Джошуа есірткіге тәуелді, маскүнем, бала кезінде зорлық көрген. Ол медитация туралы ештеңе білмеген. Бірақ оның жүрегі ашылған. Бұл бізге бір маңызды нәрсені көрсетеді: өзгеру үшін арнайы білімнің қажеті жоқ. Тек өзгеруге деген шынайы ниет пен жүректі ашу жеткілікті. Стивеннің сұрағы:
Джошуа сияқты адамдардың өміріндегі сынақтарға қарап, кез келген объективті бақылаушы, оның құрбандық күйінде өмір сүруі әбден ақталған деп айтар еді. Осындай жағдайда кешірім жасау қаншалықты маңызды? Диспензаның жауабы. Меніңше, кешірім бұл біздің рухымызды тірі сақтайтын негізгі күштердің бірі. Мен үшін кешірім жай ғана ізгілік емес, бұл ауыр эмоцияны жеңу. Егер сіз сол эмоцияның құрсауын бұзсаңыз, оның табиғи нәтижесі жүректің айқара ашылуы болады. Зерттеулер көрсеткендей, ағзада окситоцин деңгейі көтерілгенде, реніш пен ызаны іште сақтау мүмкін емес. Сіз оны жай ғана ұстап тұра алмайсыз. Эмоцияны жеңу арқылы сіз назарыңызды сол адамнан немесе мазалаған проблемадан босатасыз. Кешірім, мен сені пәленше күні кешірдім деп күнтізбеге белгілеп қоятын есеп емес. Нағыз кешірім, адам таза махаббат күйіне еніп төменгі эмоциялардан асып түскенде автоматты түрде орын алады. Диспенза кешірімді биохимиялық процесс ретінде қарастырады. Кешірім бұл басқаны емес, өзіңді босату. Реніш, ашу, кек бұл эмоциялар адамның өз денесін уландырады. Ал кешірім жүректі ашу, окситоцин бөлу, қан тамырларын кеңейту. Бұл биохимиялық процесс, сіз біреуді кешіргенде, сіз сол адамға емес, өзіңізге жақсылық жасайсыз. Нағыз кешірім жоғары сана күйіне жеткенде автоматты түрде болады. Бұл күйде сіз, мен толықтай сабырлымын, мен аманмын, сен де амансың дейсіз. Стивеннің сұрағы. Эмоционалдық жауаптардың иммундық жүйеге тигізер әсері орасан зор. Мен өзімді бақылай келе, егер ұзақ уақыт бойы стресстік реакция күйінде болсам, санаулы күндерден кейін ағзама тұмау немесе суық тию қаупі төнетінін байқадым. Диспензаның жауабы. Біз зерттеу жүргіздік, адамдарға өмір сүру эмоцияларын сезінуді 3 күн бойы тоқтатып, жоғары эмоцияларды, жүрек орталықтандырылған эмоцияларды сезінуге жаттықтырдық. Біз АГ иммуноглобулина деп аталатын химиялық затты өлшедік. Бұл сіздің денеңіздің табиғи тұмау екпесі. 3 күннің соңында шектеулі эмоцияларды жоғары эмоцияларға ауыстыру арқылы, олардың АГ деңгейлері 50%-ға көтерілді. Бұл диспензаның ең практикалық дәлелдерінің бірі. Эмоция иммундық жүйеге тікелей әсер етеді. Сіз ризашылық, махаббат, мейірімділік сезімдерінде болғанда, денеңіздің табиғи қорғаныс жүйесі 50%-ға күшейеді. Бұл стрестің денеге қаншалықты зиян екенін көрсететін ғылыми дәлел. Дене сіздің эмоцияңызды қоршаған орта ретінде қабылдайды. Егер сіз ризашылық сезінсеңіз, денеңіз қауіпсіз, қамқор ортада өмір сүріп жатыр деп сенеді. Стивеннің сұрағы. Күнделікті режим туралы не айтар едіңіз? Егер өмірде қиындықтар туындап, дауыл басталса, менің тұрақты әдеттерім мені құлатпай ұстап тұратын сенімді якорь бола ала ма? Диспензаның жауабы. Мен режим деген сөзден алшақ болуға тырысамын, өйткені ол адамдарда белгілі бір шектеулі сенімдер тудыруы мүмкін. Меніңше, ең маңыздысы өз-өзіңізбен оңаша қалу үшін арнайы уақыт бөлу. Жеке өзім үшін таңертеңгі 2 сағат, бұл менің миым мен денемді реттейтін қасиетті уақытым. Бұл сағаттарда мен алдағы күннің қалай өтетінін, қандай күйде болатынымды нақтылап аламын. Содан кейін медитацияға кірісемін. Менің медитациям бұл ескі менді жеңу, өзімді өзгерту, және жаңа шындықты жарату процесі. Диспенза режим деген сөзді қолданбауды жөн көреді, себебі ол шектеулі сенімдер тудыруы мүмкін. Ол өз-өзіңмен оңаша қалуға арналған уақытты ұсынады. Бұл уақыт ми мен денені қайта реттеу, алдағы күнге дайындалу, өзгеру және жаңа шындықты жасау уақыты. Бұл міндет емес, қалау. Стивеннің сұрағы. Сіз бұрын ми мен жүрек үйлесімділігі туралы айттыңыз. Мен бұл терминді бұрын естімеген едім. Менің миым мен жүрегім арасында байланыс бар екенін білмедім. Диспензаның жауабы. Ми мен жүрек арасында өте тығыз байланыс бар. 2020 жылдың ақпанында біз маңызды зерттеу жүргіздік. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) арқылы ми белсенділігін бақылап, оны жүректің айнымалы ырғағымен салыстырдық. Ми толқындарының деңгейлері. Бета саналы күй, қорқыныш пен мазасыздық. Альфа шығармашылық күй, қиял әлемі. Тета гипноздық күй, бейсаналық бағдарламаларды қайта жазу. Гамма суперсана жоғары хабардарлық, экстаз. Тета күйінде назар жүрекке бағытталғанда жүрек миға қиялдайтын және болашаққа ғашық болатын уақыт келді деген сигнал жібереді. Жүрек нағыз шығармашылық орталық.
Диспенза осы жерде ми толқындарының ғылыми классификациясын береді. Біздің санамыз әртүрлі деңгейлерде жұмыс істейді. Ең төменгі деңгей бета, қорқыныш, мазасыздық, ең жоғары деңгей гамма, суперсана, экстаз, жүрек пен мидың синхрондалуы, бұл босаңсыған дене мен ояу сананың формуласы. Біз бұл күйге жеткенде, нағыз шығармашылық пен өзгеріс мүмкін болады. Стивеннің сұрағы. Сіз тета толқындары бұл сананың қайта бағдарламаланатын деңгейі екенін айттыңыз. Демек, маған осы күйге еніп, содан кейін қандайда бір сыртқы ынталандыруды қабылдау қажет пе? Диспензаның жауабы, жақсы сұрақ. Мен 3 жолмен жауап беремін. Бірінші жол, сіз бейсаналық санаңызда саналы болғанда және қалаған нәрсеңізді елестетуге үйретілгенде, сіз автономды жүйке жүйеңізге ниетіңізге тең химиялық заттарды шығара бастауға сигнал бере бастайсыз. Үшінші жол, біз күтпеген нәрсені аштық. Бөлшек және толқын бар, материя және энергия бар. Егер сіздің бар назарыңыз осы 3 өлшемді әлемде болса, сіз энергиядан бейхабарсыз. Адамға көздерін жұмып, назарын барлық физикалық, материалдық, белгілі нәрселерден алып, тар фокустан кеңейтілген фокусқа өтуге рұқсат етіңіз. Олар кеңістікті сезінгенде, олар назарын біздің сезімдерімізден тыс жерде болатын энергияның көрінбейтін өрісіне, кванттық өріске аударады. Бұл өріс үлкен көлемдегі ақпаратты тасымалдайды. Егер адам қалаған оқиғасы орын алып қойғандай эмоцияны, қуаныш, ризашылық сезінсе, ол оны сырттан іздемейді. Өйткені ол жетіспеушілік күйінде емес. Біз өзімізді бөлек сезінетін, бөліну санасы, ештеңені өмірімізге тарта алмаймыз. Ал егер сол оқиғаның эмоциясын дәл қазір сезінсеңіз, сіз онымен бір толқындасыз. Осы сәтте тартылыс заңы іске қосылады. Сізге синхрондылықтар, сәйкестіктер мен жаңа мүмкіндіктер өздігінен келе бастайды. Сіз ештеңені күшпен істемейсіз, оқиғалар сізді тауып алады. Материя деңгейінде 3 өлшемді шындық, байлық туралы ой көбінесе оның жоқтығын, жетіспеушілікті еске салады. Ал кванттық өрісте ережелер мүлдем басқа. Мұнда байлық туралы ой бірден молшылық сезімін тудыруы тиіс. Кванттық деңгейде жарату бұл жетіспеушіліктен құтылу емес, молшылықтың ішінде болу. Диспензаның кванттық өріс туралы идеясы оның ең терең және күрделі тұжырымдамасы. Кванттық өрісте жетіспеушіліктен емес, молшылықтан жасау керек. 3 өлшемді шындықта біз, менде бұл жоқ, сондықтан мен оны алуым керек деп ойлаймыз. Ал квантта, мен мұны қазірдің өзінде сезінемін, сондықтан ол маған келеді деген формула жұмыс істейді. Біздің назарымыз тек материалдық әлемде болса, біз энергиядан бейхабар боламыз. Кванттық өріске қосылу үшін біз назарымызды кеңейтіп, кеңістікті сезінуіміз керек. Бұл диспензаның ең маңызды практикалық кеңесі. Сіз қалаған нәрсеңіздің эмоциясын дәл қазір сезініңіз. Егер сіз бай болғыңыз келсе, байлықты күтпей, дәл қазір молшылықты сезініңіз. Егер сіз сау болғыңыз келсе, сауығуды күтпей, дәл қазір ризашылықты сезініңіз. Бұл тартылыс заңы немесе синхрондылық деп аталатын құбылыс. Сіз болашақтағы оқиғаның эмоциясын дәл қазір сезінгенде, сіз онымен бір толқындасыз. Сонда ол оқиға өзі келе бастайды. Стивеннің сұрағы. Сіз осының бәрін айтқанда, дене мен сана арасындағы байланыс туралы айтқанда, бұл мені сіздің жоғары күш немесе Құдай туралы сенімдеріңіз туралы ойлануға мәжбүр етеді. Джо, сіз Құдайға сенесіз бе? Диспензаның жауабы. Иә, мен бұған кәміл сенемін. Менің түсінігімде жаратушы жалғыз, бірақ оның көріністері сан алуан. Бұл нені білдіреді? Бұл құдіреттің әрбір адамның ішінде өмір сүретінінің белгісі. Мен осы ішкі күшке сенемін. Біздің басты мақсатымыз өзімізбен сол біріктіруші өріс арасындағы перделерді түру. Ол перделер біздің ескі әдеттеріміз, соқыр сенімдеріміз, тежеуші эмоцияларымыз бен блоктарымыз. Осы кедергілерді алып тастау арқылы біз шынайы махаббатқа жақындай түсеміз. Мен бізді жай ғана сызықтық тіршілік иесі деп есептемеймін. Біз көп өлшемді болмыстармыз. Әмбебап күшке қол жеткізуге, онымен үнемі байланыста болуға, және ақыр соңында сол күштің өзіне айналуға уақыт бөлу, әрбір адам үшін ең лайықты әрі қасиетті саяхат. Диспензаның Құдай туралы түсінігі дәстүрлі діни көзқарастан өзгеше. Құдірет әр адамның ішінде. Біздің міндетіміз сол ішкі күшке жетуге кедергі болатын перделерді түру. Бұл перделер біздің қорқыныштарымыз, сенімсіздігіміз, ескі әдеттеріміз.
оларды алып тастағанда біз өзіміздің шынайы болмысымызбен, махаббатпен, еркіндікпен, қуанышпен бетпе-бет келеміз. Диспенза бізді көпөлшемді болмыс ретінде қарастырады. Біз жай ғана физикалық дене емеспіз, біз әмбебап күштің бір бөлшегі. Стивеннің сұрағы. Мен заманауи қоғамда травманы емдеуге тырысқанда не дұрыс емес екеніне назар аударғым келеді. Өйткені мен ішкі баланы емдеу деген ретриттерді көремін. Олар сізді кішкентай кезіңізге, сізге болған оқиғаға қайтарады. Әртүрлі терапия түрлері бар. Олар сізді оқиғаларды қайталап айтуға мәжбүр етеді. Содан кейін сізге бұл туралы сұрақтар қояды. Сіз бұл тәсілдер оңтайлы емес деп айтасыз. Себебі олар сізді сол эмоцияны өмір сүрудің, қайталаудың сол тізбегінде ұстайды. Диспензаның жауабы. Жоқ, мен оларды оңтайлы емес деп айтпас едім. Өткенді талдаудың пайдасы болуы мүмкін, бірақ біз бір нәрсені анықтап алуымыз керек. Сол таусылмайтын әңгіме қашан тоқтайды. Тек қана неге олай болғанын түсіну, инсайт, мінез құлықты өзгертпейді. Сіз өз проблемаңызды теориялық тұрғыдан 5 саусақтай білуіңіз мүмкін, бірақ өміріңізде нақты іске келгенде, әлі де сол ескі қателіктерді қайталап, травмамен алысып жүрсеңіз, ол білімнің құны соқыр тиын. Нағыз өзгеріс бұл жай ғана түсіну емес, бұл жаңаша әрекет ету. Бұл диспензаның ең өткір тұстарының бірі. Инсайт, түсіну, мінез құлықты өзгертпейді. Сіз өз проблемаңызды түсініп, оны талдап жатырсыз, бірақ әлі де сол әрекеттерді қайталайсыз. Бұл терапияның ең үлкен тұзағы. Диспенза өткенді талдауды емес, эмоцияны жеңуді ұсынады. Себебі өткенді қайталап айту мидағы ескі нейрондық тізбектерді нығайтады, оларды әлсіретпейді. Нағыз өзгеріс, жаңаша әрекет ету. Сіз өз проблемаңызды түсінумен емес, оны шешуге бағытталған жаңа әрекеттермен айналысуыңыз керек. Стивеннің сұрағы. Бұл өзгерудің кезекті көп сатылы процесі ме? Диспензаның жауабы. Инсайт, бұл біздің ішкі болмысымыздың оянуы. Саналылық болмаған жерде тұлғалық өсуде мүмкін емес, өйткені саналылық өз әрекеттеріңді объективті түрде бақылай білу қабілеті. Біздің басты міндетіміз күнделікті өмірде автопилот режимінде жүргенімізді түсіну. Көбіне бұл түсінік өмірлік сабақтар немесе ішкі түйсік арқылы, менің бұл әрекетім қате екен ғой деген оймен келеді. Мұндай саналылықсыз адам өз қателіктерімен бейсаналық бағдарламаларының тұтқыны болып қала береді. Ішкі рефлексия немесе өзіне сын көзбен қарау қасиеті болмаса, даму тоқтайды. Сондықтан ерте ме, кеш пе, біз өз өмірімізге сырттай бақылаушы ретінде қарап, әрбір қадамымызды саналылық сүзгісінен өткізуіміз қажет. Диспенза өзгерудің бірінші қадамы инсайт емес, саналылық екенін айтады. Инсайт бұл неге деген сұраққа жауап. Ал саналылық бұл қазір не істеп жатырмын деген сұраққа жауап. Біз көбінесе автопилотта өмір сүреміз. Таңертең тұрамыз, жұмысқа барамыз, тамақ жейміз, бәрі автоматты түрде. Біз бұл әрекеттердің неге жасалып жатқанын түсінбейміз. Диспенза бізді осы автопилоттан шығып, әрбір әрекетімізді саналы түрде жасауға шақырады. Стивеннің сұрағы. Назар аудару арқылы саналылықты қалай арттыруға болады? Бұл үшін практика немесе жүйе бар ма? Диспензаның жауабы. Біздің білетініміз, қазіргі сәтте болуды неғұрлым көп жаттықтырсаңыз, соғұрлым шебер бола түсесіз. Мұны қалай жүзеге асырамыз? Мида дефолт жүйе деп аталатын режим бар. Ол өте белсенді, көп энергия тұтынады және әрдайым өткен тәжірибеге сүйеніп, болашақты болжауға тырысады. Бұл өзіндік күту машинасы. Ол қауіпсіздік сезімін сақтау үшін белгісіздікті белгілі нәрселермен толтыруға ұмтылады. Медитацияда көзіңізді жұмған сәтте осы режим іске қосылып, арқам ауырып тұр, шөлдедім, бұл қанша уақытқа созылады? Маған бұл әуен ұнамайды деген сияқты сансыз ойлар тудырады. Көптеген адамдар осы сәтте, мен медитация жасай алмаймын деп тоқтап қалады. Бірақ біз оларға бұл қалыпты жағдай. Әр жолы бейсаналыққа кетіп бара жатқаныңызды ұстап алып, қазіргі сәтке оралсаңыз, бұл сіздің жеңісіңіз дейміз. Басында бұл процесс зеріктіргіш көрінгенімен, сіз саналылықты жаттықтырған сайын, өмірде бұрын байқамаған детальдарға назар аудара бастайсыз. Қазіргі сәтте болу бұл белгісіздікте ыңғайлы сезіну. Біздің биологиямыз мыңдаған жылдар бойы белгісіздікті қауіп деп қабылдауға бағдарланған. Ұрыс немесе қаш жүйесі бізді ең нашар сценарийді болжап, соған дайындалуға мәжбүрлейді.
Сондықтан белгісіздікте еркін демалу біздің табиғи инстинктімізге қайшы. Адам медитацияда денесінің қозуын, шыдамсыздығын байқағанда біз оған нақты құрал береміз. Ол эмоцияның дыбысын бәсеңдетіп, денені, іштегі жануарды тыныштандыру. Денені қазіргі сәтке қайта-қайта оралту арқылы сіз мидағы ескі тізбектерді өшіресіз. Нәтижесінде ми толқындары ашулы, жоғары жиіліктен үйлесімді, баяу ырғаққа ауысады. Осы сәтте ми мен жүрек синхрондалып, автономды жүйке жүйесі реттеледі. Өзгеріс дегеніміз қоршаған ортадан, денеден және уақыттан жоғары тұру. Әдет бұл дененің санадан артық білетін автомат әрекеті. Медитацияда денеңіз тұрып кеткісі келгенде, сіз оған сен емес, мен санамын деп бұйрық бересіз. Осылайша сіз ешкімге, еш нәрсеге, еш жерге және еш уақытқа айналғанда сөзбе-сөз таза санаға айналасыз. Бұл мәңгілік қазіргі сәтпен нағыз өзгеріс орын алатын нүкте. Диспензаның медитация туралы түсінігі бұл дәстүрлі ойды тоқтату емес, өз ойыңды бақылауды үйрену. Біз ойларды тоқтата алмаймыз, бірақ оларға ілеспей, бақылай аламыз. Дефолт жүйе бұл миымыздың автоматты режимі. Ол бізді үнемі өткенге немесе болашаққа апарып, қазіргі сәттен алыстатады. Медитация бұл жүйені бақылауды үйрену. Әрбір қазіргі сәтке оралу жеңіс. Бұл жаттығу арқылы біз миымыздағы ескі тізбектерді өшіріп, жаңаларын орнатамыз. Диспенза айтқандай, өзгеріс қоршаған ортадан, денеден және уақыттан жоғары тұру. Біз денеңізге сен емес, мен санамын деп айта алғанда, біз еркіндікке қадам басамыз. Стивеннің сұрағы. Егер мен өмірімді өзгерткім келсе, себебі мен оңтайлы емес әдеттерді үнемі қайталап жүрмін. Мен үйленгім келеді, отбасым болғысы келеді, жұмысымда өнімді болғым келеді, спорт залға барғым келеді. Ал менің өмірім бірдей нәрселердің қорқынышты циклінде. Мен өзім туралы осылай сезінемін. Терең медитация процесінен қандай саналылық пайда болады? Диспензаның жауабы. Өзгеріс дегеніміз, бейсаналық әдеттеріңізді саналы түрде түсінгеніңіз соншалық, оларды енді қайталағыңыз келмейтін күйге жету. Көптеген адамдар өзгеру үшін дағдарысты, ауруды немесе сатқындықты күтеді. Олар өмірлерінде бір нәрсе күйремейінше, мен өзгеруге дайынмын демейді. Бірақ неге күту керек? Біз тек азап пен ауырсынуда емес, қуаныш пен шабыт арқылы да өзгере аламыз. Біз адамдарға өз ойларының, мінез құлқы мен эмоцияларының жол картасын береміз. Екінші қадам, бұрынғы бейсаналық болмысыңызды танып, жаңа тұлғаны саналы түрде қайта ойлап табу. Өзгермеуді таңдаған кезде, сіз таныс әрі ыңғайлы, бірақ бақытсыз күйді таңдайсыз. Ал нақты өзгеріске шешім қабылдаған сәтте, сіз белгіліден белгісізге өтесіз. Бұл жерде ыңғайсыздық орнайды, себебі денеңіз қызметші, қожайынға айналып алған. Ол сізді азапқа қайта орал, кінәлі сезінуге қайта орал, кем дегенде бұл бізге таныс қой деп ескі күйге тартады. Ескі болмыстың биологиялық, химиялық және генетикалық өлімі болатынын біліңіз. Бірақ біз сізді белгісіздікке қорқынышпен емес, босаңсыған әрі ояу шығармашылық күйде апарамыз. Сіз бір уақытта өмір сүру, survival, және жарату, creation режимінде бола алмайсыз. Сондықтан денені тепе-теңдікке келтіріп, жаңа сенімдерді орнату керек. Сенім бұл мида сан мәрте қайталанған ой. Медитацияда болашақтағы өзіңізді кешірімді, махаббатқа толы ұлы тұлғаны ойша қайталаңыз. Бұл мида жаңа бағдарламалық құралды орнатады. Біз денемізге болашақтағы сезімді, молшылықты, табысты, саулықты, ол іске асқанға дейін үйретуіміз керек. Молшылықты сезінген сәтте байлық келеді, күшті сезінгенде табысқа жетесіз, ризашылықты сезінгенде сауығу басталады. Болашағыңыз қазірдің өзінде орын алғандай сезінгенде сіз оны іздеуді тоқтатасыз. Дәл осы сәтте өміріңізде сиқыр басталады. Күтпеген мүмкіндіктер мен сәйкестіктер өздігінен келеді. Бұл сіздің ішкі өзгерісіңіздің сыртқы көрінісі. Мен мұны 10 мыңдаған адамдардың тәжірибесінен көрдім. Диспензаның ең маңызды практикалық кеңесі, сіз қалаған нәрсеңіздің эмоциясын дәл қазір сезініңіз. Егер сіз бай болғыңыз келсе, байлықты күтпей, дәл қазір молшылықты сезініңіз. Егер сіз сау болғыңыз келсе, сауығуды күтпей, дәл қазір ризашылықты сезініңіз. Бұл тартылыс заңы немесе синхрондылық деп аталатын құбылыс. Сіз болашақтағы оқиғаның эмоциясын дәл қазір сезінгенде, сіз онымен бір толқындасыз. Сонда ол оқиға өзі келе бастайды. Диспенза өзгерудің ең үлкен кедергісі танысқа деген тәуелділік екенін айтады.
Дене таныс күйді қалайды, тіпті ол бақытсыздық әкелсе де. Нағыз өзгеріс белгісізге қадам басу. Бұл ыңғайсыз, бірақ өсудің жалғыз жолы. Стивеннің сұрағы. Көптеген адамдар, Джо Диспенза менің өмірімді өзгертті деп жатады. Менің де үйімде соның тікелей куәгері болып отырған жақын адамым бар. Шынымды айтсам, мен оны қатты жақсы көремін. Ол өте ынталы, ізденімпаз және жаңа нәрсеге деген қызығушылығы шексіз жан. Оның істеп жатқан жұмыстары мен зерттеулерінің жемісін мен де көріп отырмын. Ол біздің қарым-қатынасымыз бен өмірімізге мүлдем жаңа серпін беріп, оны мағыналы әрі толық ете түсті. Менің өзімді қалыптасқан көзқарастарым бар, сондықтан өздігімнен бұл әлемге, рухани тәжірибелерге аяқ баспаған болар едім. Тіпті тыныс алу жаттығуларымен ол біздің өмірімізге енгізген басқа да дүниелер мен үшін күтпеген, бірақ өте пайдалы жаңалық болды дегенмен, сіз біреуге көмектесуге тырысып, одан нәтиже шықпаған кездеріңіз де болған шығар. Әрине, солай болуы мүмкін. Неліктен кейбір адамдар өзгере алмайды? Сіз кез келген адамның өзгеруге қабілеті бар деп есептейсіз, бірақ неге кейде бұл әдіс жұмыс істемей қалады? Диспензаның жауабы. Ғалымдар маған бұл сұрақты жиі қояды, және біз бұл тақырыпты үнемі талқылаймыз. Кейде адам бойындағы терең мұқтаждық пен үмітсіздік күйі оның ақпаратты қабылдау қабілетін толықтай бұғаттап тастайды. Себебі адам бастан кешіріп жатқан эмоционалдық күйіне сәйкес келмейтін ешбір жаңа ақпарат оның жүйке жүйесіне ене алмайды. Сондықтан біз өз іс-шараларымызда сұрақ-жауап сессияларын өткізбейміз. Сіз адамға өзін мазалаған сұрақтың нақты жауабын берсеңіз де, ол сізді естімейді, тіпті қарсы дау айтуы мүмкін. Тек адам сол эмоционалдық тұтқыннан өз еркімен шыққанда ғана ол ақпаратты шынайы қабылдауға қабілетті болады. Біз көбіне сыртқы әлемдегі бір нәрсе іштегі бос орынды толтыруы керек деп бағдарламаланғанбыз. Сыртта бірдеңе өзгергенде ғана мен өзімді жақсы сезінемін деп, өмірлік жағдайлардың құрбанына айналамыз. Егер адам неге мен сауықпадым деп сұраса, бұл сұрақты қойып тұрған оның ескі болмысы. Жаңа тұлға мұндай сұрақ қоймайды, ол өз-өзін жеңумен және жаңарумен әлек болады. Біздің іс-шараларымыздағы ең тартымды сәт қарапайым адамдардың сахнаға шығуы. Ол сырттай қарағанда ерекше сымбатты, жас немесе ерекше диета ұстанушы болып көрінбейді. Ол сіз азық-түлік дүкенінен күнде көретін қарапайым жан. Бірақ ол сахнаға шығып, қатерлі ісік немесе басқа да ауыр дертті қалай жеңгенін айта бастағанда, залдағы 2300 адамның барлығы алға қарай еңкейіп демін ішінен алып тыңдайды. Өйткені сахнада шындықтың тірі үлгісі тұр. Біздің қауымдастықтағы өзгерістің негізі терең сенім мен хабардарлық. Адамдар ауыр дерттен айыққан жанды көргенде, Құдайым-ау, егер ол істей алса, менің де қолымнан келеді деген ішкі сенімге ие болады. Инфекция қалай жылдам таралса, денсаулық пен саулық та солай жұқпалы бола алады. Бір іс-шарада 5 адамның мүгедектер арбасынан тұрғанын немесе ауыр синдромдардан айыққанын көргенде, адамның мүмкіндіктер туралы түсінігі түбегейлі өзгереді. Нақты дәлелдер адамның өзіне және өз күшіне деген сенімін оятады. Диспенза бұл жерде өте маңызды нәрсені айтады. Кейбір адамдар өзгере алмайды, себебі олар өз эмоцияларының тұтқынында. Олардың ішкі күйі соншалықты ауыр, олар жаңа ақпаратты қабылдай алмайды. Бұл күйде сіз оларға ең дұрыс жауапты берсеңіз де, олар сізді естімейді. Бірақ Диспенза бізге үміт сыйлайды. Өзгерудің ең күшті құралы нақты үлгі. Сіз ауыр дерттен айыққан адамды көргенде, сіздің ішкі сеніміңіз өзгереді. Сіз, егер ол істей алса, мен де істей аламын дейсіз. Бұл өзгерудің бастапқы нүктесі. Стивеннің сұрағы. Сіз бұған дейін жеке тұлғалық болмыс деген ұғымды қолдандыңыз. Соңғы бірнеше аптада мен осы жеке болмыс тұжырымдамасының бізге қаншалықты пайдалы немесе зиян екені туралы ойланып жүрмін. Өте қарапайым мысал келтірейін. Мен ұзақ уақыт бойы өзіме жүгіруді ұнатпаймын деп айтып келдім. Бірақ осы Рождество мерекесінде өзімді шектейтін осындай сенімдерді қайта қарап, жүгіруді бастау керек деп шештім. Жаттығу кезіндегі физикалық қиындықтар мен аяқтарым ауырып тұр деген ойлардан өте келе, менде маңызды бір түсінік пайда болды. Мен өмірімнің басқа қандай салаларында өзімді шектейтін хикаялар ойлап тауып, өрісімді тарылтып қойдым. Бұл менің ойлау жүйеме, денсаулығыма және жалпы өмір салтыма қатысты. Сонымен мені мына сұрақ мазалайды. Жеке болмыс дегеніміздің өзі не?
Неліктен біз өзімізге осындай шектеулер қоямыз, және бұл концепция біздің дамуымызға қаншалықты кедергі немесе қолдау бола алады? Диспензаның жауабы. Өзіңізді бір кейіпкер ретінде елестетіңіз. Сіз кез келген рөлді ойнай аласыз, бірақ нағыз трансформация үшін сол рөлден шыға білуіңіз керек. Көптеген адамдар өздерінің бақытсыздығына немесе ауруына міндеттелген тұлғаға айналып кеткен. Егер сіз жаңа шындық орнатқыңыз келсе, сол ескі тұлғадан бас тартуыңыз қажет. Біз көбіне өзімізді менің жағдайым осындай, мен жүгіре алмаймын немесе мен аурумын деген жалған әңгімелермен алдаймыз. Бірақ нағыз өзгеріс сіздің ішкі таңдауыңыздың энергиясы денеңіздің қарсылығынан асып түскенде басталады. Бұл болды, мен өзгеремін, маған қанша уақыт кететіні, немесе өзгенің пікірі маңызды емес деген нық шешімнің сәті. Сіз осы күшті ниетті сезінгенде, денеңіз болашақ жетістіктің химиясын дәл қазір қабылдай бастайды. Өзгеріске бел буған адам жай ғана ойлап қоймайды. Ол өзінің бүкіл болмысымен жаңа өмірдің сигналын таратады. Стивеннің жүгіруді ұнатпаймын деген мысалы өте қарапайым, бірақ терең мағыналы. Біз өзімізге қаншама шектеулер қоямыз. Мен билей алмаймын, мен сурет сала алмаймын, менің қолымнан келмейді. Бұлардың бәрі біздің жеке болмысымыздың бөлігі. Диспенза бізге айтады: сіз кез келген рөлді ойнай аласыз. Сіз өзіңізге жүгіруді ұнатпаймын деген рөлді бердіңіз, бірақ оны өзгерту сіздің қолыңызда. Нағыз трансформация үшін сол ескі рөлден шығу керек. Өзгеріс бұл сіздің ішкі таңдауыңыздың энергиясы денеңіздің қарсылығынан асып түскенде басталады. Бұл болды, мен өзгеремін деген нық шешімнің сәті. Сіз осы күшті ниетті сезінгенде, денеңіз болашақ жетістіктің химиясын дәл қазір қабылдай бастайды. Стивеннің сұрағы. Демек, бұл ескі болмыстың шеңберінен шығу үшін маған айқын себеппен, ескі әдеттер мен бағдарламалардың тартылыс күшінен шығу үшін қажетті ішкі энергия қажет дегенді білдіре ме? Егер мен жаңа жылдық шешім қабылдасам, оны жай ғана өзгелермен туралы жақсы ойласын деген үстірт ниетпен жасай алмаймын. Бұл өзгеріс менің ішкі жан дүниемнің тереңінде пісіп жетілуі тиіс. Мен бұл қадамның өзім үшін неліктен маңызды екенін өте анық түсініп, оны нақты тұжырымдай алуым керек. Сонда ғана шынайы трансформацияға мүмкіндік туады. Диспензаның жауабы. Иә, біз бұл процесті мағына беру деп атаймыз. Біз қолға алған кез келген тапсырмаға немесе әрекетке терең мағына беру табыстың басты кепілі. Мұның ең тиімді жолы өз арманыңыз бен алға қойған мақсатыңызды, vision, үнемі назарда ұстау. Сіз сау, сымбатты, ауқатты немесе еркін болғың келеді деуіңіз мүмкін. Бұл мақсаттарға жетуіңізге кедергі болып тұрған жалғыз нәрсе сіздің ескі тұлғалық болмысыңыздың өзгеруі тиіс бөлігі. Бұл жерде ешқандай мистика жоқ. Егер сіз бай болғыңыз келсе, бірақ іштей жетіспеушілік күйінде жүрсеңіз, демек, сіздің тұлғаңыз түбегейлі өзгеруі тиіс. Біз бәріміз өмірімізде кем дегенде бір рет нық шешім қабылдаған сәттерді бастан өткердік. Сол кезде біз не істедік? Біз мақсатымызды нақтыладық. Мен не үшін бұл қадамға барып жатырмын? Қандай жаңа таңдаулар жасауым керек? Деп өзімізге сұрақ қойдық. Иә, басында денеңіз қарсылық танытып, физикалық ыңғайсыздық туындауы мүмкін. Бірақ сіз өз көзқарасыңызға адал боласыз. Біз болашақтағы жетістігіміз туралы неғұрлым көп ойлансақ, сол сәттің эмоциясын соғұрлым ерте сезіне бастаймыз. Дәл осы нүктеде біздің денешіміз биологиялық түрде өзгере бастайды. Өйткені ол болашақтың энергиясын дәл қазір қабылдайды. Бұдан кейін біз маңызды сүзгіні іске қосамыз. Мен қандай ойлардан аулақ болуым керек? Егер сіз сау болуға міндеттенсеңіз, менің қолымнан келмейді, мен шаршадым немесе уақытым жоқ деген сылтауларға орын қалмауы тиіс. Бұл ескі тұлғадан арылып, жаңа болмысқа өту процесі. Біздің ашқан жаңалығымыз, жеңу процесі, бұл айналу процесі. Адам ескі сенімдерін, зиянды әдеттері мен эмоцияларын жеңгенде, ол табиғи түрде басқа адамға айналады. Бұл ішкі жұмыстың заңды нәтижесі. Ал мұндай трансформацияның ең басты сыйы адамның өз-өзін шынайы сүйіспеншілікпен қабылдауы. Диспенза мағына беру концепциясын ұсынады. Өзгеріс тек мағыналы болғанда ғана мүмкін. Егер сіз өзгергіңіз келсе, бірақ оның сіз үшін неліктен маңызды екенін түсінбесеңіз, сіздің күш-жігеріңіз ұзаққа бармайды. Сіз өз арманыңыз бен мақсатыңызды үнемі назарда ұстауыңыз керек. Бұл сізге қиын сәттерде күш-қуат береді.
Өзгеріс процесі ыңғайсыз, бірақ сіздің мақсатыңыз айқын болса, сіз сол ыңғайсыздыққа төтеп бере аласыз. Диспензаның ең күшті идеяларының бірі – жеңу процесі, айналу процесі. Сіз ескі сенімдеріңізді, зиянды әдеттеріңізді, жағымсыз эмоцияларыңызды жеңгенде, сіз табиғи түрде басқа адамға айналасыз. Бұл ішкі жұмыстың заңды нәтижесі. Стивеннің сұрағы. Мен жас кезімдегі бір жағдайды мысалға келтірейін. Бұл сіздің әдістемеңіздің мәнін ашуға көмектеседі. Менің ата-анам көп ұрсатын. Анамның әкеме үнемі айқайлайтынын, ал әкемнің оған еш жауап бермейтін өте пассивті күйін көріп өстім. Бұл жағдай бала санасында белгілі бір із қалдырды. Есейе келе, романтикалық қарым-қатынасқа келгенде әйелдерден алшақ жүруге тырысатын болдым. Себебі мен әкемнің бойындағы сол бір тұтқындалу эмоциясын бейсаналы түрде қайталап жүрдім. Маған бір қыз қызықты болса да, қарым-қатынас байсалды деңгейге көшіп, міндеттемелер басталған сәтте, өзімді түрмеге жабылып жатқандай сезінетінмін. Содан соң бірден қарым-қатынасты үзуге асығатынмын. Мен бұл үлгіні, шаблонды, күнделік жазу және подкаст жүргізу арқылы түсіндім. Өзімнен бұл мазасыз сезім өткен шақтың қай сәтінен басталды деп сұрағанымда, анам айқайлаған кездегі балалық шағымдағы сезім есіме түсті. Менде инсайт пайда болды. Бұл түсінік белгілі бір дәрежеде пайдалы болғанымен, сол ішкі сезімді бір жола тоқтатуға күші жетпеді. Бірақ сіздің айтқаныңыз дұрыс. Өзгеру үшін біз бейсаналық сенімдерімізді саналы деңгейге шығаруымыз керек. Сонда доктор Джо, сенім дегеніміздің өзі не? Диспензаның жауабы. Сенім дегеніміз, бұл сіздің санаңызда сан мәрте қайталанған ой. Өзгеріс жолына түсу үшін біз ең алдымен өзіміздің автоматты әдеттеріміз бен мінез-құлқымызды тануымыз керек. 35 жасқа келгенде адам болмысының 95% алдын ала бағдарламаланған көзқарастардан, бейсаналық эмоционалдық реакциялардан және қатып қалған сенімдерден тұрады. Біздің тұлғамыздың басым бөлігі жай ғана компьютерлік бағдарлама сияқты жұмыс істейді. Балалық шақта ми толқындары альфа және тета күйінде, яғни өте баяу ырғақта болады. Бұл кезеңде саналы ақыл мен бейсаналық әлем арасындағы есік айқара ашық тұрады. Сондықтан бала кез келген ақпаратты сынсыз қабылдап, бағдарламалануға өте сезімтал келеді. Алайда бұл бағдарлама сіздің шынайы болмысыңыз емес, өзгеріс сіздің метакогниция қабілетіңізді іске қосқан сәтте басталады. Метакогниция бұл өзіңіздің субъективті ойларыңыз бен әрекеттеріңізді сырттай, объективті бақылаушы ретінде көре білу. Сіз саналы болған сәтте бағдарламаның ықпалынан шығасыз. Біз мақсаттарымыз бен армандарымызға жету үшін ерте ме, кеш пе сол ескі бағдарламаны артқа қалдыруымыз керек. Нағыз трансформация үшін біздің ескі меніміздің бір бөлігі өлуі тиіс. Стивеннің мысалы өте маңызды. Ол өз өміріндегі әкесінің тұтқындалу эмоциясын қалай қайталағанын айтады. Бұл біздің бәріміздің өмірімізде кездесетін жағдай. Біз бала кезімізде көрген, естіген нәрселерді бейсаналы түрде қайталаймыз. Диспензаның жауабы, сенім бұл мида сан мәрте қайталанған ой. Біз бұл ойларды қайталай бергенде, олар біздің тұлғамызға айналады. 35 жаста біздің 95% осы автоматты бағдарламалардан тұрады. Біз автопилотта өмір сүреміз, бірақ диспенза бізге бір қуанышты жаңалық айтады. Біз бұл бағдарламадан шыға аламыз. Метакогниция өз ойларыңды сырттай бақылау қабілеті. Бұл саналылықтың негізі. Біз өз бағдарламамызды бақылай алсақ, оны өзгерте аламыз. Бүгінгі саяхатымызда доктор Джо Диспенза бізге бір ғана шындықты ұқтырды. Біз өз тағдырымыздың құрбаны емеспіз, біз өз өміріміздің құдіретті жаратушысымыз. Диспензаның әрбір жауабы бізге саналылықтың, өзгерудің және ішкі еркіндіктің жолын көрсетті. Стресс, биохимиялық тәуелділік. Өткен шақ жиі ойдан шығарылған хикая. Травманы талдау емес, эмоцияны жеңу маңызды. Медитация қазіргі сәтке оралудың жолы. Кванттық өріс, молшылықтан жасау орны, біз өзгергенде әлемде өзгереді. Өйткені нағыз сиқыр сіздің ішіңізде. Назарларыңызға рахмет. Арнаға жазылыңыз, қоңыраушаны басыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше саналы болыңыз.